Ассалаумағалейкум, сәлем достарым, қымбаттыларым. Бүгін бізде мерекелік салат. Оған қосатын мына продуктілер, ингредиенттер мына жерде. Жұмыртқа, перепелиный бөдене жұмыртқасын пайдалансаңыз да болады. Авокадо, егер болмаса қоспасаңыз да болады. Редиска, сарымсақ, қатты сыр, кішкене ол бетіне себуге, лимон сұғындысы, бізге соусқа керек. Қаймақ, миндальный лепестки, өте аз құрамда керек. Рукола болмаса салатный листья, немесе айсберг жапырағы, немесе пекинский капуста да болады, қат-қабат. Сосын укроп, оливки. Қазір мен бұның бәрін өз қалауымша тураймын. Сонан кейін қойып салып көрсетемін. Қыздар, 2 помидор, немесе 3 помидор. Чили помидор өте әдемі көрінеді. Қыздар, бүгін айып етпеңіздер, ренжімеңіздерші. Мен бүгін бір қолмен өзім түсіріп тұрмын. Сондықтан мені түсінуге тырысыңыздар. Мына руколаны былай айналдырып салып алдым тарелкамен. Енді қалған, туралған продуктілерімізді қойып шығамыз әдемілеп. Былай. Қыздар, мына помидорды қойып шықтық. Енді черри болса да әдемі көрінеді. Енді жұмыртқамызды қойып шығамыз. Жұмыртқаны қойып шықтық. Енді пластиналар туралған редискамызды қоямыз. Қыздар, мына редис қойып шықтым. Енді авокадомызды сеуіп шығамыз, қойып шығамыз. Енді оливкемізді қоямыз. Қыздар, енді соус жасаймыз. Менде мына жерде мелкий теркіден чеснок өткіземін. Лимон шырынын сығып қоямын. Где-то 2 чайный ложка, 1 чайный ложка немесе. Одан кейін туралған укропты саламын. Одан кейін сметана, қаймақ саламыз. Бұл бізде өте пайдалы салат та. Ешқандай майонез пайдаланбаймыз. Араластырып. Енді қатты сырды бетіне сеуіп шығамыз. Одан кейін миндальный лепесток сепсек те болады. Қыздар, миндальный лепесток 1-2 қойып шығамыз. Кедір жаңғағын сепсеңіздер де болады. Кунжут. Қыздар, мына майда сеуіп шығамыз. Қазір соус саламыз. Қыздар, мына салатымыз дайын.